Ассалаумағалейкум қазақ елім. Кеше Магнум туралы бір қысқаша видео салғам, сол бір ойымды айта өтейін. Барлығымыз қазақ еліміз бойкот деп жатырық қой. Білесіздер ма? Бұл бойкот Индияның тарихында біздің Махатма Ганди атамыз сол 300 жыл колонияда, қыз білесің бұндайды? 300 жыл Великобританияның ағылшындардың колониясы болған Индия. Сол колониядан бір адам соғыссыз колониядан шығып кеткен Индияның тарихы. Махатма Ганди шетелдің ешқандай тауарын алмаймыз, тауар оборотын жасамаймыз деді. Бүкіл Индияның халқы соны тыңдап, ешқандай затын алмады да, бір жылдан кейін Великобританияның сауда саттығы болмай қалып, түгелдей Индиядан өздері көшіп кеткен тұғын. Енді мен ондай Махатма Ганди емеспін, бірақ осы Магнумға жариялаған жігітке ризамын. И халықтың өйстіп бірауыздай жүргеніне ризамын. Осылай елдің көзі ашылады, осылай ел үйренеді. Интернеттен ашып қараңыздар, Махатма Ганди бір оқсыз бір адамды қинаусыздықтан тек өзі қамалып, түгелдей шетелді өзінің елінен шығарып жіберген. 300 жыл колония болған. Қызым, білдің бұндайды? Сол сияқты әрекет түбі берекет дей ма? Сол сияқты құтты болсын қазақтар. Өйстіп қазақ тіліне ұрынғандарымыз керемет дүние деп ойлаймын. И осылай қазақтар бір-біріне демеу беріп, бір-біріне поддержка беріп жүре берсін. Бұл да менің кішкентай постым. Кішкентай тарихты айта өтейін деген. Интернеттен қараңыздар, жоба былайынша Махатма Ганди өте керемет ата болған. Сол ризамын, и мынау постты жариялаған жігітке де ризамын. Аман болайық. Мынау, если что, менің үлкен қызым, красавица.